қазір сенімен сырласқым келіп тұр. Бүгін мектепте 8 наурыз мерекесіне арналған іс-шарада әкелер қыздармен вальс билейді. Ал аналары мәз болып тамашалап отырады. Бірақ бұл менің ең бақытсыз бала екенімді сезген күн болды. Неге дейсің бе? Жоқ, біз де бір кездері бәріміз бақытты өмір сүргенбіз. Пикникке барушы едік. Әкем қызықты әңгімелер айтатын. Анам дастархан әзірлейтін еді. Бірақ бір кездері менің мейірімді әкешім қатты өзгеріп кетті. Бізге айғайлайтын, қол көтеретін, қуануға, күлуге тыйым салатын болып кетті. Анамды адасасын, кәпір деп ұрысатын. Ал өзі шахид болам деп бізді қорқытатын. Содан оны бұзық болғаны үшін полицей ағайлар алып кетті. Ал анам одан бері сөйлемейді, тек жылайды. Күнделігім, мен тек барлық бала өз ата-анасымен бақытты болғанын қалаймын. Маған отбасымды қайтаруға көмектесші.